Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге шаймен сынуға арналған өте дәмді әрі оңай тәсілмен жасалатын екі түрлі тәттілер дайындайтын боламыз. Бірінші тәттіміз бұл біздің ірімшік, яғни творог қосылған пирог дайындайтын боламыз. Және де үйде қалып қойған жиілмей тұрған алма және жаңғақ қосып печенье дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Бірінші әзірлейтін тәттіміз бұл творог қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамдай ұн, менде жоғары сұрыпты ұн, және де 250 грамм бөлме температурасындағы сары май. Егерде сары майларыңыз тоңазытқышта тұрған болса, міндетті түрде теркадан өткізіп алып жасай берулеріңізге болады. Сары майымыз бізде міндетті түрде 82% болуы қажет. Қалауларыңызға қарай маргарин қосып жасауға да болады. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде дәл осы қоңырау батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сіздерге ашылатын болады. Қолдауларыңызды аямай, міндетті түрде лайк батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Неге біздің ұнымыз дәл осылай сары маймен араласқан күйде крошка дайын болды. Ендеше 2 жұмыртқамызды бөлек ыдысымызға салып, үстінен шекерімізді салатын боламыз. Шекердің кішкене еруін күтіп, араластырып аламыз. Ерігеннен соң барып, үстінен 20 не болмаса 10% сметана салатын боламыз. Қалауларыңызға қарай қаймақ салсаңыздар да болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын болады. 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разжижителімізді салатын боламыз. Қалауларыңызға қарай ас содасын қолдансаңыздар да болады. Ас содасын қолданғаннан соң міндетті түрде ванилин қосып жасаңыздар. 1 шай қасық ванилин қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендеше дайындап алған крошкамыздың үстінен құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға аса қатты жабысқақ болмауы қажет. Егерде оны аздау болып жатса, тағы да аздап ұн қосуларыңызға болады. Менің TikTok және Instagram парақшама жазылып қойды ұмытпаңыздар. Мен онда да ерекше рецептерді алдын ала хабарлап бөлісіп отыратын боламын. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін үлкендеу етіп жасаймыз. Себебі ол біздің листіміздің пирогымыздың астында тұратын қамыр болғандықтан беткі жағына аса қатты көп қамыр қажет емес. Бірінші бөлігін үлкендеу, ал екіншісін кішілеу етіп жасаймыз. Және де бетін жауып 10-20 минутқа тындырып аламыз. Қамырымыз тынғанға дейін біз начинкасын дайындап аламыз. Менде дәл осындай ірімшік. Пайызы маңызды емес, бірақ та аса қатты суы болмауы қажет. Артық суы болса, міндетті түрде сығып алып тастау қажет. Басқа түрдегі ірімшіктерді де қолдануға болады. Дәл осы ірімшіктің қант қосылған түрі де бар, оны да қолдансаңыздар болады. Және де үстінен 1 жұмыртқа, шекерімізді салып, лимон цедрасын салатын боламыз. Ұсақты теркадан өткізіп алатын боламыз. Қалауларыңызға қарай лимон болмаған жағдайда апельсинді қолдансаңыздар да болады. Бұл міндетті түрде қосуға кеңес беремін, дәмі өте дәмді болып шығады. Ендеше тынып алған қамырымыздың ең үлкен бөлігін алып, дәл осы көріністе 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Қалауларыңызға қарай ыңғайлы болса, қолмен де жаюға болады, бірақ та маған осылай ыңғайлы болды. Барлық бұрыштарын бір келге етіп жайып, листімізге орналастырып аламыз. Листіміздің астына міндетті түрде пергамент бумага салатын боламыз. Егер болмай қалған жағдайда сары май не болмаса сұйық май жақсаңыздар болады. Қамырымыздың жетпей қалған және дұрыс келмей қалған жерлерін қолымызбен созу арқылы дұрыстап жібереміз. Барлық жерін бір келге етіп, кішкене бортиктерін жоғарға қарай шығарып қоятын боламыз. Себебі біздің творогымыз салған кезде жандарына ағып шығып кетпес үшін дәл осы көріністе бортиктерін көтеріп қойдық. Ендеше вилканың көмегімен аздап тескілеп аламыз. Бұл біздің пирогымыз бір келкі пісіп шығу үшін. Ендеше начинкамызды салып, барлық жеріне тегістеп жайып шығамыз. Қалауларыңызға қарай мейіз не болмаса, басқа да кептірілген жемістерді салсаңыздар болады. Егерде начинкасы, яғни ірімшігіміз аса қатты құрғақ болатын болса, 1 ас қасық сметана қосып жіберсеңіздер болады. Начинкамызды тегістеп болғаннан соң, екінші кіші көлемдегі қамырымызды дәл осылай сопақша етіп жайып аламыз. Осылай ұзыншақ етіп жаятын болсаңыздар, қазір біз қамырымызды лента етіп кесіп аламыз. Пирогымыздың үстіне қойған кезде бір келкі болып шығу үшін дәл осылай сопақша етіп кесіп алуға кеңес беремін. Мен өте қарапайым әрі тез жасалатын түрін көрсетіп жатырмын. Қалауларыңызға қарай сәндеуін өзгертіріп жасасаңыздар да болады. Дәл осы кесілген лента қамырларымызды бір-біріне өру арқылы пирогымыздың бетін сәндесеңіздер де болады.
ендеше осы қамырларымызды осылай ромбик тәрізді етіп орналастырып шығатын боламыз. Лента етіп кесіп алынған қамырларымыздың артып қалған жерлерін бірден қолымызбен бөліп алып тастауларыңызға болады. Біз соңында қазір бортиктардың барлығын дұрыстап шығатын боламыз. Ендеше пирогымыздың шеткі жақтарын, осылай шығып тұрған бортиктарын әдемі етіп алу үшін дәл осылай қамыр кесуге арналған құралдарыңыз болса, дәл осы көрініспен бір келкі басып шығатын боламыз. Содан соң барып беткі жағынан төменге қарай тегістеп жіберетін боламыз. Көріп тұрғандарыңызды сіздерге өте түсінікті болу үшін видеоны жақыннан көрсетіп өттім. Бірінші шетке қарап басамыз, содан соң үстінен төменге қарай басамыз. Сол тәрізді бортиктерін бір келкі әдемі халге келтіріп аламыз. Егерде қамыр кесуге арналған құралдарыңыз болмай қалған жағдайда, басқа да осындай тегісті құралдармен жасап шықсаңыздар болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай артық жерлерінің барлығы бір тегісті етіп әдемі болып шығатын болады. Ендеше бетіне бір жұмыртқаны шайқап, осылай жағып шығатын боламыз. Пирогымызды алдын ала қыздырып алынған 180 градустағы духовкамызға 40-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Беткі жағы міндетті түрде қып-қызыл түсті болуы қажет. Сол кезде біздің пирогымыз толықтай пісіп шыққан болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз пісіп шықты. Ендеше қалауларыңызға қарай беткі жағына сахарный пудра шашып шықсаңыздар болады. Бұл біздің пирогымызды одан сайын тәбет ашарлықтай етіп көрсететін болады. Әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Сонымен біздің ірімшік қосылған жұп-жұмсақ пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызға қуантыңыздар. Ендеше видеоны өшірмей, соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге тағы да алмамен және жаңғақ қосып жасалатын өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын печеньенің рецептіне бөлісемін. Ендеше өте дәмді болып шығатын печеньемізді әзірлеуді бастаймыз. Қажетті заттардың барлығын видеоның астында жазып қалдырамын. Бұл печеньені әзірлеп бір дәмін татып көрсеңіз, міндетті түрде сізге ұнайтын болады. Және де үйіңізде алма, жаңғақ сияқты заттар жейілмей, еш уақытта қалып кетпейтін болады. Ендеше бастаймыз. Бізде барлығы болып 45 тал печенье шығатын болады. Алдымен 500 грамм ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды араластырып крошка дайындап аламыз. Егерде сары майларыңыз тоңазытқышта болатын болса, теркадан өткізіп бірден қолымызбен уқалау арқылы крошка дайындауға кірісеміз. Сары майларыңыз міндетті түрде 82% болсын, және де маргарин қолдануға да болады, бірақ та адам ағзасына зиян болғандықтан мен міндетті түрде 82% сары майды қолдануды кеңес беремін. 60 не болмаса 70% сары майлар біздің печеньемізге жарамайды. Печеньеміз қатты болып қалуы мүмкін. Бөлек ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағып, 2 ас қасық 20 не болмаса 10% сметана саламыз, және де 2 ас қасық кукурузный крахмал. Бұл біздің печеньеміз өте қатырлақ болуы үшін, және де 1 шай қасық разрыхлитель, және де ванилин қосатын боламыз. Әрине бұл қалауларыңызға қарай.
Қазіргі таңдағы көп түрдегі тәттілерге қосылып жүрген бұл корицаны міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Дәмі де, иісі де өте әдемі болып шығады. Осылай алмамызды газда кішкене суы тартылып, осылай болғанға дейін шіре тартып бастайды, қуырып аламыз. Содан соң жаңғағымызды ұсақтап турап аламыз. Не болмаса блендермен езсеңіздер болады. Блендермен езу барысында қатты ұсақталып кетпеуі қажет. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, орташа ірі көлемде турап аласыздар. Алмамызға ешқандай да сұйық май қоспаймыз, жай ғана бір ас қасық сары май қоссаңыздар болады, бірақ та мен қоспай жасадым. Әрине қосуға да кеңес беремін, өте дәмді болып шығатын болады. Және де осылай қамырымызды, тынған қамырымызды алып, осындай арнайы шекердің, тұздың, не болмаса осындай томалақ шеңбердегі қасықтар болатын болса, осылай бірдей көлемде кесіп алатын боламыз. Себебі біздің печеньелеріміз бір көлемде болу үшін бізге осындай кесіп алу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ. Дәл осылай жұқа етіп жайып шығамыз барлығыны. Жұқа етіп жайылған қамырымызды пышақтың, не болмаса арнайы кесуге арналған құралмен кесіп аламыз. Және де ортасына жаңағы дайындап алған начинкамызды салып, дәл қамырымызды ешқандай да ұнмен, маймен жаймаймыз, жай ғана өзін оқтауының көмегімен жайып отырамыз. Онымен жаятын болсаңыздар, печеньеміз қатты болып кетуі мүмкін. Өзі майлы болғандықтан ешқандай да ештеңені қосуды қажет етпейді. Қамырларымыздың екі ұшын қолымызбен аздап бекітіп қоямыз. Қырық 50 минуттай пісіретін боламыз. Печеньеміздің беткі жағы қызарып, сап-сары түсте болуы қажет. Духовкамызды міндетті түрде мән беріңіздер, алдын ала қыздырып қойған болуларыңыз қажет. Печеньенің үстіне ешқандай да жұмыртқа, ештеңе жақпаймыз. Дәл осы көріністе сап-сары болып пісіп шығатын болады. Печеньелеріміз бастапқы кезінде ыстық күйінде сахарный пудра шашып алуға кеңес беремін. Сол кезде сахарный пудраларымыз еріп, бетіне жақсы жабысатын болады. Ал суып қалған кезде сахарный пудраларымыз бір-біріне бірікпейді және де өзінде ұстамайтын болып төгіліп қалады. Сол себепті ыстық күйінде, печеньелеріміздің ыстық күйінде сахарный пудрамызды шашып аламын. Сосын сіздерге бір кішігірім лайфхак айтып кетейін. Сахарный пудраны мен дүкеннен сатып алмаймын. Жай ғана қарапайым шекерді осылай бір ыдысқа салып, блендердің көмегімен бір 5 минуттай блендерлесеңіздер, бізде дайын сахарный пудра келіп шығады. Ешқандай да дүкеннен аз мөлшерде сатып алудың қажеті жоқ. Осылай мен сахарный пудраны дайындап аламын және барлық түрдегі тәттілердің бетіне қолданамын. Печеньелеріміз бастапқы кезінде үстіңгі жағы, яғни тестасы өте қатты болып сіздерге көрінуі мүмкін. Себебі ол қатты қызып тұрғандықтан, кішкене уақыттан соң, суығаннан соң біздің печеньелеріміз өте жұмсақ әрі үгілмелі болып шығады. Бұл печеньенің дәмін бір рет көретін болсаңыз, сіздің үйіңізде жаңғақ пен алма еш уақытта қалып қоймайтын болады. Өте дәмді печенье, міндетті түрде балаларыңызға, жақындарыңызға жасап, шаймен ысыныңыздар. Өте дәмді болып шығады. Біздің сонымен бірінші печеньеміз дайын. Ендеше сіздерге видеоның келесі бөлімінде екінші печеньемізді әзірлеп көрсетемін. Каналының дамуына өздеріңіздің зор үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, осында лайк батырмасын басып, төменде міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің TikTok әрі Instagram парақшама да жазылуды ұмытпаңыздар.